білмейді емес. Енді мына жерде қыз просто ұнамай тұр деп ойлаймын. Дұрыс айтып жатсыз, негізі жаңа айтып жатсыз ғой, жаңа таныстыққа дайынсың ба деген сияқты. Жаңа таныстыққа дайынмын, өткенімді жіберген адаммын, мен оны қаншама рет осы жерде айттым. Жаңа сізге де айта кетейін, бұрынғы жұбайын әлі жібермеді деген сияқты. Жіберіп қойғам, просто енді мынандай ғой, адамның енді ашылу үшін, адамның әрекеті болу үшін титтей болсын бір жүрегінде дыз ете қалатын бір нәрсе болу керек деп ойлаймын. Мен сізге сырласу, өзіңіз айтып жатсыз ғой, бір-біріміз түсіндік деп. Сол сырласуды айтқан болатым, негізі екі жауапқа дайын болып келдіңіз ғой, деп. Сол кезде сіз просто айттыңыз да, қанша 2-3 рет сұрадым, өзіңіз айттыңыз, жоқ, мен тек қана деген жалғастырамыз деген нәрсеге ғана дайынмын дегеннен кейін мен көңіліңізде қиған жоқпын. Жарайды, мүмкін танысып көрерміз, мүмкін бір нәрсе болып қалар деген сияқты ниетте жалғастырған болады. Айжан. Осы жерде Шолпан түсінбей отырмын да, жаңағыдай аяулым дейді, анау дейді, мынау дейді, кино дейді, өзі көре алмай отыр да негізі Шолпан. Өйткені оны ешкім шақырмайды, ондай бір жаңағыдай қатысушылармен тамаққа неге ешкім шақырмайды, сол үшін бір жері жаңағыдай ашып отқаны бар. Енді осы жерде мен Шерханды айтатын болсам, осы жерде қолдап кеттім келеді Шерханды. Өйткені шынымен расында алдында туған күн болды ғой, сол кезде Шерхан далада отыр екен, настроение жоқ. Мен сұрадым, Шерхан бәрі жақсы ма деп едім, жоқ, жақсы емес деп айтты. Ол туған күн болсын, сырға салу болсын, той болып жатыр, сонда да оның көңіл күйі жоқ. Баласының фотосын қарап, салтанатқа көрсетіп, баласын бар ойы баласында. Енді мына жерде келіп отырған үміткерге айтқым келеді. Мен сол кезде айттым ғой, оның дыз етті ма, етпеді ма, мен сразу сезіп қойдым осы жерге кіргеннен. Өйткені ол Шерханның вкусындағы қыз емес, бұл жерде отырған мен де, аяулым да оның вкусында емес. Ол жерде ешкімге қосудың қажеті жоқ. Ол жерде төртеуі киноға барғанымен, ол жерде ол деген сандуғашпен видео түсіріп жүр. Ал, онда сандуғашпен қосындар. Мына жерде бәрімізбен қосындар. Онда ол вообще айтылатын әңгіме емес. Просто мына жерде проблема үміткерде болып тұр. Үміткер просто келмей қалды. И сосын сіз мына жерде келіп алып, өзіңіз келдіңіз. Ойбай, мен осы жерде бәріне көнем, үйтем, сөйтем деп алып, енді қазір келіп Шерханға зіркілдеп отырсыз. Ол 20-да сіз вообще негізі бай емес, басқа білім қусаңызшы. Енді баласыған айтыңызшы. Не таңдап, не іздеп келгенімде. Бай таңдайын ба, жоқ, карьера қуалайын ба, ол менің шешімім. Жарай ма? Сіз өз өміріңізді дұрыстап, мен өміріңіз тұрай беріңіз. Баласыған жаңа енді Айжан айтып отыр ғой. Кездесуге шақырмады деп кішкене жылап отқан қыз баласыз деп ше. Айжан, бірақ кеше ғана сен осы жерде отқан болатынсың. Мен үміткерім шақырмады, мен ешқандай ештеңе қылған жоқ маған деп. Айжан, сен осы жерде отқан болатынсың. Жай ғана Шерханды қолдау керек екен деп қолдай берме, өтірік ше. Жай ғана бұл жерде Шерхан андай ғой, бағана айтып жатыр, баласын қарайды дейді, бірдеңе дейді. Шынымен дайын болмасаң, жай ғана кетші, Шерхан болды ғой. Орынды босат болды, кете бер. Онда мәселе керек емес та. Бір жағынан андай баласыған негізі біреуге ақыл айтқан кезде Шерхан кәдімгідей ой салынып айтады да. Жаңа ғана осы кімге айтты Перизатқа, үміткерге деген сыйластығың жоқ сенің деп айтып отырып, өзің де юанасың, кімге пір боласың деген сөз бар. Шынымен ақылды бірінші өзіңе қарап айту керек та, өзің не істеп жатсың, соған қарап айту керек Шерхан. Бірақ ақылсығанда шынымен бәле дейсің да осы жерде. Ойбай, кәдімгідей ақылды оқып бір нәрсе оқып тастаған сияқты айтасың, өзің кәдімгідей бәрін бітіріп тастаған айтасың да, бірақ та үміткердің айтып отқан сенің орынды өзің мойындайтын шығарсың ол нәрсені. Мен Бекзат құлағыңды негізі ашып қатысушылар негізі бар ғой, қараңдаршы. Адам деген тыңдай білу керек. Мен басында айттым, мен қателігін біліп тұрмын дедім. Үміткердің реніші орынды дедім. Және мен жаңа Перизатқа үміткеріңді сыйламайсың деген жоқпын дедім. Мен баста анау Нұрсұлтан жобадан кеткен, бұл екеуі сөйлеспейміз деп бір осы жерде уәде берген, неге сендер соны әлі қоймадыңдар деп айттым. Кішкене тыңдасаңдаршы, неге үйтесің? Шерхан, жоқ, қарашы, енді сен осы жерде кәдімгідей ақылшысың ғой, негізі өзің мойындайтын шығарсың. Отырады, әйтеуір әркімге ақыл айтқанда бәле дейді. Бірақ та өзің ісің ондай емес, Шерхан. Шынымен де бәрінің қарнымыз ашып тұрған сол нәрсе. Осы айтып кетіп тұрсың. Үміткердің айтпесе бүкіл орынды. Сен ешқандай бос емес. Сен боссың негізі. Кешке ар жаққа барасың, мына жаққа барасың. Бірақ та үміткерге уақыт таппайсың. Ол түсінікті нәрсе, бізде жігітпіз түсінеміз. Жай ғана үміткерге деген ойың сенің жоқ, 100%. Енді қараңыздаршы, кешірім сұрайын. Ақыл айтасың, ақылшысың, ой сен бүйтесің дейсің ғой, мысалшы. Менің пікірімді ақыл деп қабылдап жүрсең, онда ол сен үшін ақыл болып қалсын. Мен жай ғана барлығына адам ретінде пікірімді білдірем болды. Шерхан, мен айтамын саған, сен өзіңе не керек екенін білмейсің. Үміткер келген күні мен жанында кетіп отам, тоқтатады мені, мен танысықты тоқтатамын дейді. Мен сені қимаймын, мен өзімді қимаймын деп айтты. Біраздан кейін, где-то полчаса прошло, жаныма келеді да, аяулымға, мен сені ұнатамын ғой дейді.
Шерхан, сен өзіңе не керек екенін білбейсің. Лучше жобадан кетіп, өзің балаңы қарасаң, бүйтейік та, внимание бер Перизат, балаңа. болмаса екеуміз бірге кетейік. Неге мен кет деп жатсың? Өзің жаңа Бекзат досың айтып жатыр ғой, өзіңе қарап сөйле деген Вот сияқты. өзіңе қарап Иә, сөйле. сен де өзің артыңа қара да. Мен ондай әзілмен айтқан, приколмен айтқан, мен мұнда салтанатқа да айтамын. Көп қыздарға әдемі болып тұрсың. Жалпы комплиментті сендер өзің сезім деп қабылдасаңдар, оған мен кінәлі емеспін. Мен мұндағы барлық қыздарды бірдей көремін. Балауса ханым, Балауса ханым. аяулым. Я Балауса ханым, мен жаңа Бекзаттың пікірінде қалып кеттім да. Негізі адамды жіберу расымен де қиын. Өйткені ол адаммен ол кісі тұрды деген сияқты ғой. Адамның орнын адам басады. Қатысушылар осы жерге бұл кісі адам табу үшін келіп отыр. Бәрібірде жүректегі дүние, ол ауыр дүние, ол бірден шығып кетпейді. Оны ұмыту қиын. Сондықтан да менің ойымша біздің қазір бұл кісіге, яғни Шерханға атылып отырғанымыз бұл өте қате тірлік сияқты. Ал Сіз әзілді әзіл деп қабылдадыңыз ба, мысалы, жаңа мен айтты ғой? әзілді расымен де әзіл деп қабылдадым. Өйткені Шерхан, мен білетін Шерхан, осы жақта қыздардың барлығына комплимент айтып жүреді, барлығымен жақсы араласады. Жай ғана әзіл Мадина? деп қабылдадым. Балауса ханым, мына жерде енді Шерхан мен Фатиманың таныстығын көріп отырмыз ғой, және де адамның жүрегі түзете қалу керек дейді. Енді Шерхан, сенің жүрегіңді зылдап кішкене